Баяғыда бір атамыз дейді, пойыздың ішіне кіріп, купе билет алып, Астанаға қыздың үйіне қыдырып барайды, купеде газет оқып отырсам, купенің есікті тақылдайды дейді, тоқ-тоқ. Аш жіберсе бір жап-жас қыз тұр дейді. Саламатсыз ба ата? Купе бос екен, отыруға бола ма? Ай, айналайын, шырағым болады. Адам қызды купеге кіргізіп алады, той жүреді. Жүргеннен қыз айтады дейді, ата ішіңіз пісіп келе жатқан жоқ па, ойын ойнамаймыз ба? Ай, айналайын, шырағым, қандай ойын? Ата оқ тиді деген ойын. Ай, о заманда бұл заман оқ тиді деген ойынды бірінші рет естіп тұрмайын. Ата ойнайсыз ба, ойнамайсыз ба? Ай, ойнасақ ойнайық. Ата онда көзіңізді жұмыңыз, мен аш деймін, сол кезде ашасыз. Атам көзін жұмып отырайды, ай, ашайын ба? Қыз кейін бәрін шешіп тастап отырайды, болды ата, аша беріңіз деп. Атам көзін ашқан, оқ дейді. Ата қалай ойын ұнады ма, жалғастырамыз ба десе, атам айтады дейді, ай, айналайын шырағым, мына ойын аяқ жақ қызып қалады дейді. Ай, жалғастырсақ, жалғастырайық. Сөйтсе қыз айтады дейді, ата енді көзіңізді жұмыңыз да сіз шешініңіз деп. Атам көз жұмып, кейін бәрін шешіп тастап отырайды, ай, ашайын ба, үн жоқ, ашайын ба, үн жоқ. Шыдамы таусылған атам көзін ашпаса, қыз да жоқ, сумкада жоқ, киім жоқ. Бәрі тұрмақ кеткен отыр. Атам отыр дейді, оқ дейді. Содан атамның келетін станциясында пойыз жақындап қалады, атам үстінде дым жоқ. Проводникке барып айтады дейді, ай, айналайын шырағым, маған бір киім бер. Келетін станцияма жақындап қалдым десе, проводник айтады дейді, ата сізге беретін киімім жоқ, мына ақ простынян оранбаңыз. Келесі вагонда арабтар келеді, солардың бірге түсіп кетесіз. Атам ақ простынян оранбаған Қазақстан темір жолы деген. Шынымен келесі вагон өтсе, бір 5 адам отыр еді, әппақ оранбаған. Атамда жайлап барып қастарды отыра кетсе, біреусі айтады дейді, ата не болды? Үй алмайсыз ба? Сізде оқи ойын ойнамайсыз. Бүкіл вагон кетіп қалуға.